адамдардың мнениесінен қорқудан қалай арылуға болады? Кеше тренировка жасап жатып бір ой келді. Телеграм каналымды ашып, сол жақта видео түсіріп, полный ойымды сол жаққа заметка ретінде қалдырдым. Бір кезде ойланып келіп, давай сторисқа салайын дедім да, Instagram сторисіма салдым. Ол ой әлі шикі тұғын. Пофигтен де сала. Ең қызығы, сол стористі салғаннан кейін күні бойы мазасыздандым. Менің жақындарым бұл сторисқа байланысты қандай ойда болуы мүмкін, қандай комментарий жазады екен. И кешке дейін өзімнің комменттерімді бақылап, егер біреу кері бір нәрсе жазатын болса, бірден жауап беруге тырыстым. Бұл проблемамен жұмыс жасау қажет деп ойлаймын. Өзгелердің көзқарасынан қорқу, сені жаңсақ түсініп қалады деп өзіңе үлкен шектеулер қою, барлығы бізге тек қана зиян алып келеді. Қазіргі уақытта жасап жатқан затым ол айтқандай телеграм канал жүргізу. Телеграм каналда егер кез келген жерде телефонды алып, өз ойыңды, егер бір нәрсе қызық болып жатса, сол туралы комментарий немесе ой келсе соны заметка ретінде алу қазіргі уақыттағы кішігірім дағдым бола бастады. Осыны жүргізу алдағы уақытта тура осы сәтті Инстаграмға да жүргізе бастау. Яғни қазіргі уақытта менің каналымда ешкім жоқ, чисто өзім үшін бұл практика болып жатады. Алдағы уақытта осыны Инстаграмға енгізу болады. Құдай қаласа осылай степ бай степ бұл проблемадан арыламын деген ойдамын.